Енді артқы жағын тоқуымыз үшін біз алдыңғы жағына біз 6 ілмек қосқанбыз. 92 ілмекке 6 ілмек резинкадан кейін қосқан болатынбыз. Ал артқы жағына ешқандай ілмек қоспай, осы есептеп алған 92 ілмегімізді теріп 19 қатар резинка тоқимыз, 2-де 2. Одан кейін оң ілмектермен 88 қатар тоқимыз. Мұнда бізде қараңыздар, жилеткамыздың біздің алдыңғы жағы былай қысқа, артқы жағы ұзын болғандықтан бізде алдыңғы жақпен салыстырғанда артқы жағымызда 19 қатарға артық болады. Алдыңғы жағын қарасаңыздар, міне мұнда 19 қатар, одан кейін 56 қатар мына жерге дейін, сосын мына пройманың астына дейін бізде мына жерде 12 қатар. Осының барлығын қосқан кезде бізде 87 қатар болады. 87 қатарға біз тағы да артық мына 19 қатарды қосамыз. Яғни бізде артқы жағымыз бір резинкаға артық болады. Алдыңғы жағымыз бізде 87 қатар болды. Енді сол 87-ге 19-ды қосқан кезде бізде 106 қатар негізі тоқуымыз қажет. Бірақ бізде мұнда 19 қатар, одан кейін мына жерде 87 тоқитын болсақ, тек оң жағына тоқтап қаламыз. Сол себепті тағы бір ілмек бір қатар қосып, артқы теріс жағын тоқып келіп 88 қатар етіп тоқимыз. Одан кейін барып біздің проймамызды қалыптастыруға кірісеміз. Олай болса, жібімізді аламыз да бізге қажетті 92 ілмекті теремін. Осылай 92 ілмекті теріп шығамын. Артқы жағына келетін болсақ, мұнда біз оң жағында 2 теріс ілмектен бастаймыз да, 2 теріс ілмек және 2 теріс ілмекпен аяқталады. Оң ілмек, одан теріс ілмек. Алдыңғы жағында біз оң ілмектен бастап, оң ілмекпен аяқтағанбыз, ал артқы жағында теріс ілмектен бастап, теріс ілмекпен аяқтаймыз. Міне қажетті ілмектер санын теріп алдық. Бірінші шеткі ілмекті аламыз. Мынау бізде теріс жағы болғандықтан, ар жағында бізде теріс болу керек. Яғни 2 оң ілмек тоқимыз. Одан кейін 2 теріс ілмек, 2 оң ілмек, міне соңына жеттік. Соңында бізде 2 оң ілмек, яғни оң жағында ол 2 теріс ілмек болып келеді. Соңғы шеткі ілмегімізді теріс ілмек етіп тоқимыз. Бұл бізде бір қатар тоқыдық. Енді осылай 19 қатарды тоқып шығамыз. Міне оң жағы 2 теріс ілмек, одан кейін 2 оң ілмек. Осылай өз бетімізбен 19 қатарда тоқып шығайық, содан кейін сіздермен қайта жолығамыз. Міне менде 19 қатар резинка тоқылды. Енді ары қарай оң ілмектермен тоқимыз. Ешқандай қоспаймыз ілмектер, қысқартпаймыз, тек қана осылай оң ілмектермен тоқи береміз.
Мен мұнда 19 қатар резинканы тоқыдым. Енді 88 қатар оң ілмектермен тоқимын. Егер сіз жилеткаңыздың арты ұзын, алды қысқа болмасын, бірдей болсын десеңіз, онда мұндағы сияқты артық қатарлар тоқымай, тура алдындағыдай қатарларды тоқисыз. Яғни 19 қатар резинка тоқып аласыз да, ары қарай 68 қатар мына араға дейін 68 қатар оң ілмектермен тоқисыз. Одан кейін барып біз мына пройманы шығаруға, қалыптастыруға кірісеміз. Олай болса, қазір өз бетімізбен осы оң ілмектермен түзуінен осы пройманы қалыптастырғанға дейін тоқып шығыңыздар. Содан кейін біз кездесеміз. Біз мына барлық ілмектерді тоқып, қысқартып, мына проймадағы ілмектерді қысқартып, В тәрізді ойықты шығарғаннан кейін ең соңында мына жағында 20 ілмек, екінші жағында 20 ілмек қана қалды. Айтатын болсақ, біз ең басында резинкаға 92 ілмек тердік. Оған мына өрімді қалыптастыру үшін біз 6 ілмек қостық. Сонда бізде бұл жерде 98 ілмек болды. Одан кейін белгілі бір ұзындыққа дейін тоқып келгеннен кейін біз В тәрізді мойынды, яғни жағаны қалыптастыруға кірістік. Оған қараңыздар, мына жағында 23 ілмекті қысқарттық мойыннан, 23. Одан мына екінші жағында 23. 52 ілмек қалды. Одан кейін бізде мына пройманың, екі жақ проймаға 6 ілмектен қысқарттық. Яғни тағыда минус 12 ілмек. Сонда бізде 40 ілмек қалды. Яғни мына жағында 20, мына жағында 20 ілмектен қалып тұр. Жалпы ілмектер саны бойынша осы. Артқы жағының өзімізге қажетті ұзындыққа дейін тоқыдық, қажетті қатарлар санын тоқыдық. Менде ол мына резинкадан кейін 88 қатар болды. Енді бізге мына пройманы шығару қажет. Ол тура алдыңғы жақтағы жасағанымыздай, артқы жақта да тура солай жасаймыз. Қазір мен сізге көрсетейін. Міне, бірінші ілмекті аламыз. Одан кейінгі бір ілмекті тоқимыз. Оң ілмек етіп. Сосын одан кейінгі екі ілмекті біз айландырып аламыз. Міне, классикалық ілмек ретінде айландырып аламыз да, сосын екі ілмекті алдыңғы қабырғасынан бірге қосып тоқимыз. Енді қалған ілмектердің барлығын оң ілмек етіп тоқып, соңында 4 ілмек қалғанға шейін тоқып келеміз. Міне бізде 4 ілмек қалды. 4 ілмек қалған кезде 2 ілмекті ешқандай айландырмай бірге осы артқы қабырғасынан алып тоқимыз. Одан кейін бір оң ілмек тоқимыз да, сосын шеткі ілмекті тоқимыз. Ал теріс жақтарын ешқандай өзгертусіз, қысқартусыз теріс ілмектермен осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Теріс жағын тоқып болдық. Енді келесі тағы да екінші ілмекті қысқартамыз. Яғни бір ілмек қысқарттық. Міне, тағы да шеткі ілмекті алдық. Одан кейін бір ілмекті тоқимыз, оң ілмек етіп. Одан кейінгі екі ілмегімізді классикалық ілмек ретінде айландырып аламыз да, қайта бізге өткіземіз. Енді осы ілмекті алдыңғы қабырғасынан алып бірге оң ілмек етіп тоқимыз.
Тағы да соңында 4 ілмек қалғанша оң ілмектермен осы қатарды тоқып шығамыз. Соңында міне тағы да 4 ілмек қалды. Осыған дейін жасағанымыздай 2 ілмекті алып артқы қабырғасынан осылай тоқимыз. Оң ілмек етіп. Одан кейінгі ілмек жай ғана бізде оң ілмек бір, сосын шеткі ілмекті теріс ілмек етіп тоқимыз. Міне қысқарту түрі осындай. Бұндай қысқартуды біз 2 ілмекті қазір қысқарттық. Енді ары қарай 4 ілмек қысқартасыздар. Яғни жалпы 6 ілмекті қысқартамыз. Ол бізде 12 қатар болады. Одан кейін түзу ешқандай қысқартусыз 40 қатар тоқимыз. Егер де сіз артқы жағында мынандай мойынға ойық жасамаймын десеңіз, онда соңына дейін түзу етіп тоқи бересіз. 40 қатар, одан кейін 12 қатар, яғни 52 қатар тоқисыз. Ал егер де осындай мен сияқты ойық жасаймын десеңіз, 12 қатар қалған кезде біз сізбен қайтадан жолғамыз. Сол кезде мен сізге қалай мынандай ойықты жасау керегін көрсетемін. Олай болса, ары қарай өз бетімізбен түзу осы 6 ілмекті қысқартып, одан кейін түзу тоқып шығыңыздар. 12 қатар қалған кезде сосын қайта жолғамыз.